Қайырлы күн достар, баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік шығатын творожныйдың рецептпен бөліспекшімін. Ол үшін алдымен ұнды електен өткізіп, оның үстіне қопсытқыш шекер қосып араластырып алып, үстіне майды саламыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Біркелкі болған соң жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Қамырды жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны формамызға жақсылап жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 22. Ал енді творожный массасын дайындаймыз. Ол үшін творог керек. Менде осындай шекер қосылған творог, сол үшін шекер қоспадым. Жұмыртқа саламыз, қаймақ салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Осы массаны миксермен араластырғанда жақсылап, ұзағырақ араластырса, біздің пирогымыз әдемі болып көтеріліп шығады. Әсемдеу қалауыңыз бойынша мен мұздатылған малиналармен әсемдеп шықтым. Пирогты печкаға салмас бұрын печканы қыздырып аламыз. 150 градуста пирог қызарғанша пісіреміз. Менің пирогым осылай болып шықты. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.